Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздер менің YouTube каналымда баламның ерекшеліктері және оның педагог-психологиялық коррекциялы жолдары мен яғни оған көмектесудің әртүрлі методикаларын көрдіңіздер. Мен сіздерге диагноз қабылдағаннан бастап қандай сезімде болғаным, қандай мамандарға апарғандарым туралы барлық ашық айттым. Менің жолымның барлығы ашып айту үшін тек бір құпиям қалды. Соны сіздерге қазір айтпақшымын. Біз Арзамат пенсияда жатқан кезде көп ерекше балаларды көрдік. Бұл карантин кезі болғандықтан бізге жолымыз болып, тек қаладан, Астанадан ғана балалар ем қабылдауға болатын болды. Сөйтіп, ол жаққа барғанда ерекше балалардың көбісінің тек қана арнайы документі барлар ғана ол жақта ем алатын болған екен. Бір ата-анамен таныстым. Ол маған айтты: арнайы қағаз арқылы сен тағы да басқада мемлекеттен көмек ала аласың деді. Қандай қағаз? Соны сіздерге ашып айтайын. Арзамат 3 жас 5 ай кезі болатын ол кезде. Біздің коррекцияда жүргенімізге уже 6 айдай болды. Біз 1 ай НЦДРде жаттық. Ол кезде карантин кезеді. Мен НЦДРден шығып, ата-ана маған айтқан кеңесін тыңдап, ұзақ ойланып, документтер жинай бастадым. Яғни қандай документтер? Мен баламды барлық мамандарға қаратып шықтым. Соның ішінде психиатр мамандығы маңызды. Психиатр тек қана 4 жастан бастап психдиспансерден тексеру керек болатын. Соған дейін күтіңдер деген көп адамдар өз уақыттарын жоғалтып алып жатты. Бірақ мен баламды частный, яғни жеке ақша беріп консультацияға апардым. Сол кезде ол психиатр бізге подтверждение берді. Яғни балаңызда не только ЗПР, сонымен қатар яғни расстройство аутистический спектр бар деп бізге қағазға жазып берді. Және мен барлық невропатолог, ЭГ, барлық НЦДРде жатқан қағаз барлығын жинап, біздің участковый врачқа бердім. Біздің участковый врач ұзақ ойланып, то мынаған лақтырып жүрді. Сол кезде как раз біздің участковый педиатр, ол заведующий болып жатқан кез, карантин кезде адамдар ауырып жатқан кез, поликлиникада адам көп. Сонда да сол кісі өзі қолына алып, білесіздер, документті дайындау оңай емес. Ол бүкіл қағаздарды жинап, комиссия ол кезде жиналмады, потому что ол карантин кезі тұғын. Сосын поликлиника барлық қағаздарды жинап, заведующийға кіріп, баламды апарып, яғни маған қағаз жасап, сол кезде айтты: біз осыны енді онлайн тапсырамыз деді. Біздің жолымыз болып кетті. Яғни 4 жасқа дейін неврология арқылы біз психдиспансерға жатпай, бармай-ақ онлайн 1 жылға бізге мүмкіндігі шектеулі деген көк қағаз берді. Яғни ол мүгедектік растайтын қағаз. Мен оның алдында қанша уайымдадым. Балам ертең жұмыс істесе, ол зиян. Балам ертең үйленген кезде не айтады? Балам жаңағы военный бола алмайды деп, мен оның тек болашағын ойлай беріппін да. Сосын маған басыма барлығы айтты. Ойыма келді: мен неге болашақты ойлап, қазіргі моментті мен ойлауым керек. Мен балама көп коррекция керек. Оған біріншіден маған ақша керек, екіншіден
ақысыз да барлық мекемелерге апаруым керекпін. Өйткені ерекше балаларға мүгедектігі бар, қағазы бар балаларға көп реабилитационный центрдер, көптеген көмектер бар. Соның ішінде қазір атап өтейін қандай көмектер бар екенін. Біртіндеп мен социальный көмек ретінде жылы бізге ол кезде Арзамат әлі памперсте, енді шығып жатқан кезі болатын, памперс берді, санаторный, курортный қағаз берді, балаға лечебный жасауға болады деген, сосын социальный дневной пребывание дегенге бесплатно берді направление. Одан қалды балама және опекун ретінде маған ақша түсірді. Яғни мен ол ақшаға балама қосымша ақылы сабақтарға деп отырдым. Мен ата-аналарға кеңес берерім, балаңда нақты диагноз қойып жатырса, оны қысылмай, туыстардан қысылмай, мектеп садиктен қысылмай, баланың өзінің құқығы бар ақысыз оңалту центріне бару үшін мүгедектік қағазды алуыңызды кеңес беремін. Яғни баланың сізге не обязательно әр жерге барғанда мен балам мүгедек, мен балам мынандай деп айтудың қажеті жоқ. Тек қана сіз білетін боласыз, балаңның білудің қажеті де жоқ деп ойлаймын. Пока бала өз есін біліп, түсінігі пайда болам дегенше. Мүмкін сіз тездетіп ол состояниядан баланы шығарып алатын шығарсыз. Сондықтан баланың ақысын жібермей, мемлекеттің көмегін пайдалануыңызға кеңес беремін.